Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай тартылған еттен бәліш жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге қамырымызға айран керек. Тұз саламыз, сода саламыз, сосын қаймақ саламыз және бір жұмыртқа. Жақсылап араластырып, ұнымызды саламыз. Әдеттегідей ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салып, қамыр илеп аламыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін сары майымызды құйып, қамырымызды жақсылап тұрып, араластырып, иін қандырып, қамырды дұрыстап жинап аламыз. Содан кейін бір 20 минут, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Тартылған ет аламыз, картоп саламыз, жуамызды саламыз. Жақсылап қара бұрыш және тұзымызды саламыз. Дәміне қарай салып, бұлғастырып, дайындап қоямыз. Міне жарты сағаттай өтті менде. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін шамалы кішкентай бөлікке, келесін шамалы үлкендеу болып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Үлкендеу бөлігін қамырымызды жақсылап дөңгелетіп жайып аламыз. Кешкі асқа таптырмайтын тағамдардың бірі. Отбасыңызда әсіресе балдарыңызды қуантып жасап көріңіздер. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Мінекей қамырымызды илеп болдық. Оны противеньге саламыз. Противеньге жайып болғаннан кейін үстіне салмасын салып, жақсылап, дұрыстап орналастырып шығамыз, жайып шығамыз. Енді кезекте сары майымызды алып, әрбір жеріне салып шығамыз. Сары май ол бізге етке жұмсақтық береді және пирогымыз дәмді және сочный болып шығады. Келесі кішкентай нанымызды ысып алғаннан кейін пирогымыздың бетін жауып, жан-жағын өрнектеп бітеп шығамыз. Пирогтың бетін тіліп қоямыз, себебі ауа кіріп, тез піседі. Бір жұмыртқаның сары уызын алып, кішкентай ғана бір шай қасық сүт құйып, араластырып, пирогтың бетіне жағып шығамыз. 180 градуста 30-35 минутта пирогымызды пісіріп аламыз. Әркімде енді әртүрлі болады духовкаға. Мен алдын ала қыздырып қойғанмын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай тіліп жатырмын. Бұл жерде наны да өте жұмсақ болады, қатып қалмайды. Ішіндегі салмасы да жақсы пісіп шығады, өте дәмді болады. Пісіріп көріңіздер, кеңес беремін. Рахмет.